Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз картофельді бөлікте жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі оңай. Ол үшін картоптарымыздың сыртын жақсылап бірнеше қайтара жуып аламыз. Содан соң бір картопты 4 не 6 бөлікке дәл видеодағыдай бөлетін боламыз. Картоптарымызды сыртымен қоса осылай 4 не 6 бөлікке бөліп аламыз. Мен 10 картоппен жасайын деген, маған 6-ау да жеткілікті болды. Енді осы картоптарымыздың үстіне паприка қосамыз, кез келген дәмдеуіш, тұз және ерітілген сары май, сұйық май қосып, картоптарымызды бір-бірімен жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып алған соң картоптарымызға дәмдеуіштері сіңуі үшін 10 не 15 минутқа қоя тұрамыз. Содан соң пергамент қағазы төселген противеньге дәл видеодағыдай картоптарымызды тізіп, қызып тұрған пеште 25 не 30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді картофельді бөлікшелеріміз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын!